Апамдан апам шақырмайсыңдар ма? Апам! Апамды жаңа шақырған еді, жаңалық көріп отқан. Апам! Апам! Тұрып шақырмайсың ба? Олай бізді шақырамыз ғой. Барып шақырмасаңдар, телевизор қосылып тұр, естімейді апам. Анау келе жатыр ғой. Көріңіз апа шайға. Апам не қойыңыз келмеші? Бір жаңалық тыңдай көрейік десек, жағымды нәрсе айтпайсыңдар ғой, ой алла, өзін сақтай көр. Апа, қазіргі жаңалықтар көрмей қойсаңызшы. Қазіргі жаңалық адамға зиян ғой. Ауру табарсыз. Ал жаңалықтың күркесін мен айтайын ба? Кішкентай жаңалық. Осы тыңдай беріңіздер. Үйдің промой ғой. Айтса. Ана көш ауылдағы Аман бар ғой, я? Кәсіпкер. Я. Сол кісінің үйіне ұр түсіпті. Өлә, масқара. Еще бір емес па, я? Олардың бриллианттарын ұрлап кетіпті. Қош. Каталог сенің оғызша, сегілен агент демі бір нәрсе істейсің бе, әйтеуір. Агент 00 сен. Қаяқтан тауып алыс осындай информацияны робының өзі естімеген шығар әлі. Ойбай, жаңа магазинге барған кезде қайраты тығылмай маған солай. Сондай, ол түнде ұйықтап жатқанда тонап кеткен ба? Жоқ, олар инстаграмға видео отырмаймыз, қыдырып жүрміз, соған ғой. Инстаграмның суретін көріп, ешкім жоқ екенін үйде біліп, сондай ойға түсті. Сонда сол бәле арқылы үйде кім бар, жоқ екенін білуге болады ма? Конечно, заттар алса да, тамақ алса да, басқа да алса да, мөлдір деген қатын бар емес па? Сол инстаграмға бәрін салып отырады. Өздеріне де сол керек, сауап болған. Осы өзгенің қайғысына қуанғандар қашан қоясыңдар? Дейсен қойш, оларды қайғыда емес қой. Ондай қайғы бізде болса екен, өзі Стамбулда жатыр, яхиямен түсіп. Адам көзін қыстырып. Сол айтсай? Сендері бардыңдар ғой шетелге? Қашан бардық біз, қайға бардық? Ой, Лөкіске бардың. Сен Байқоңырға бардың ғой? Қойшы, ол Байқоңыр шетелге жатпайды ғой. Яты жарды ғой, құм ғой. Соны айтсай? Бопты, апамен тұрайын. Үйдің артына барайын, сізмен анауынан келіп тапқан. Сол барып қадағылайын. Наконай, сен барда бритва келсей. Қойшы, қатынын жұмсасай. Апа наған айтсаңшы, үнемі үлкен жұмсағандар үстеді. Наконай, бар келші. Қара, мен жерді жинаймын, ыдыс жуамын, кір жуамын. Білмейме өзден шен шалынар. Сүлфәс дейсіңдер ма, или түйелес ласындар ма? Кеттім мен. Burası alшы. Бармайым. Баршы. Бармайым. Туында ауылға жазира кепті ғой. Қайраттың қарынасы. Әдемі болып кетіпті. Қарасам көзін төмен. Наконайға алып берсен өмірді. Қойшы. Не қылам? Менің сөзімді тыңдамайды ғой. Барам ғой. Сап айтпайсың ба? Я, барады ғой. Наконай сен барып келсін. Мен номерін саған алып беремін. Бол. Бірау сөз ғой. Оның тілі мен білем ғой. Сүйкімдісін-ай. Кім тастап кеткенсің, а? Қой, иесі башы. Жазира, қалайсың, қаша кел? Жасы өзіңіз бүгін таңертең келдім. Жасың ба? Жоқ, рахмет. Айтпақшы, Жазира, саған звондап тұрсам бола ма? Я, болады, бірақ Қайрат ағам біліп қоймаса болды. Болды, онда звондаймын. Жарайды. Әпкемнен бар ма? Сәлемдер, жеңеше қалайсыз? Қош келдіңдер байдың балалары төрлетінде. Ит жоқ па, жеңеше? Жоқ келдіңдер. Tosna жоқ па? Tosna жоқ. Итке келдіңдер ма, маған келдіңдер ма? Ұқсайды итке, аламай сияқты.
Қойшы сені, қара орыс. Қара орыс. Сен тыныш тұршы, сары өзбек. Sarı özbek. Sarı özbek. Не ағып жүрсіңдер? Biz bak jengеше gaz tekşürüge geldik o gaz. Біз газ тексеруге келдік. Тоқтаңдар. Бірінші газ қойып алсаңдаршы, біздің ауылда газ жоқ қой. Gaz yok deysiz ba jengеше? Bu qanday ауыл өзі jengеше? Маятас ауылы. Jengеше бұл мая тас ба? Бізге негізі зер тас керек қой. Тасын оқып келе сапыз. Ой, жүр кет. Осы өкіметте жынды зер таста да газ жоқ қой. Дүйсен, ақша берші. Қанша? 1000 теңге. Не аласың оны? Қызға барар. Ана күні қыздарға барады. Енді есептеп қойдым ғой. Артық алатын. Мен саған бір сұрақ қоямын. Соны жауап берсең, 1000 теңге аласың, жауап бере алмасаң жоқ. Қандай? Оңайрағым болса онда. Сол өзі 1000 теңге сұрақтар ғой. Онда жауап берем, қой сұрағыңды. Жердің ішіне алайық. Жердің ішіне. Плоский. Құры бар 1000 теңге жоқ. Адамның күні адам еді. Жер домалақ көреміз. Әкелсе, туып алып берді не?